Сәлем достар. Бүгін біз үй жағдайында сырные палочки дайындаймыз. Ол үшін мен үйдегі қатқан нандарды осылай оқтаумен үгітіп алдым. Сіздер панировочный сухарь алсаңыздар болады. Содан кейін сырымызды алып, осылай бір келкі етіп барлығын турап аламыз. Міне ірімшіктерімізді осылай бір келкі етіп турап алғаннан кейін салмамызды дайындаймыз. Ол үшін көз мөлшермен майонез, бір жұмыртқа және 2 ас қасықтай ұн салып, шым-шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Егер де салмаңыз қатты қою болып кетсе, аздап су қоссаңыз болады. Жақсылап араластырамыз, іртік болып қалмауы керек. Міне салмамыз осымен дайын болды. Егер нанның үгіндісі болмайды десеңіз, панировочный сухарь сатып алсаңыз болады. Енді ірімшігімізді бір-бірлеп алып, оны салмамызға жақсылап батырып, үстіне крошканы жағамыз. Қолымызбен алып осылай домалақша етіп, бір келкі әдемі етіп ораймыз. Не осындай әдемі домалақша сырные палочки болу керек. Барлық ірімшіктерімізді осылай жасап шығамыз. Міне осымен дайын болды. Енді тоңазытқышқа 10-30 минутқа қатырып аламыз. Содан кейін қатты қызып тұрған майымызға 2-3 минутқа салып, сырные палочкаларымызды қуырып аламыз. Егер отта көп ұстап қойсаңыз, сырыңыз еріп кетуі мүмкін. Міне осылай сары түске енгенше қуырып аламыз. Енді сырные палочкалар дайын болды. Сіз де үй жағдайында жасап көріңіз. Дәмі өте керемет болып шығады. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, комментарий жазып, лайк баса кетіңіз. Сіздермен болған Ғазиза Мұратқызы.